Саламатсыздар. Дәрісіміздің тақырыбы мұнай өнімдерінің коррозиялық белсенділігі. Мұнай және мұнай өнімдері коррозиялық белсенді заттар болып табылады. Өйткені олардың құрамында күкіртті және оттекті қосылыстар бар. Олардың мөлшері көптеген факторларға байланысты болады. Отынның түрінен, өңдеу әдістерінен және мұнайдың шығу тегінен. Күкірт және күкіртті қосылыстар металдармен тікелей өзара әрекеттесу салдарынан немесе осы қосылыстардың тотығу өнімдерінің металдарға әсер етуі нәтижесінде металдарға коррозиялық әсер етеді. Ашық түсті мұнай өнімдерінің құрамындағы күкіртті қосылыстар төмен температураның өзінде коррозиялық агрессивті болып табылады. Коррозиялық агрессивтілік бойынша олар белсенді элементі күкіртті сутек, меркаптандар және белсенді емес, мысалы сульфиттер, дисульфиттер, полисульфиттер, тиафандар, тиафендер болып жіктеледі. Күкірт пен күкіртті сутек ашық түсті мұнай өнімдерінің толығымен алынып тасталады. Сондықтан тауарлық отындарда қатаң шектеулі мөлшерде меркаптандар ғана. Күкірт қосылыстарының мөлшеріне байланысты коррозиялық белсенділіктің жоғарылауы бойынша мұнай өнімдерін келесі қатарға орналастыруға болады. Яғни авиациялық және автомобиль бензиндері, реактивті отын, дизель отыны. То есть осы қатарда белсенділік жоғарылайды күкірт қосылыстардың мөлшеріне байланысты. Мұнай өнімдерінің құрамындағы оттекті қосылыстар да коррозиялық белсенділікке әсер етеді. Олар мұнай өнімдеріне бастапқы шикізаттан түседі. Мұнайда оны өңдеу кезінде пайда болады. Ал мұнай өнімдерінде оларды сақтау және пайдалану кезінде тауарлық отындардың тотығу нәтижесінде пайда болады. Мұнай өнімдерінің құрамындағы оттекті қосылыстарға нафтен қышқылдары жатады. Бұл мұнай қосылыстарын бірнеше фракцияларға бөлуге байланысты және нафтен қышқылдары мөлшерінің азаюы ретті бойынша фракцияларды келесі қатарға орналастыруға болады. Яғни керосин, бензин, газойль және дизель. Азаюы ретінде, осы қатарда азаяды. Айта кету керек, күкіртті қосылыстардың металменен қорытпаға агрессивтілігі нафтен қышқылдарының өздігінен тотыққан өнімдеріне қарағанда жоғары. Нафтен қышқылдарының активтілігі жоғары болады. Зерттеу нәтижелері құрамында күкіртті қосылыстар менен қанықпаған көмірсутектер бар ашық түсті мұнай өнімдерінің коррозиялық белсенділігі жағынан өте агрессивті болып табылатынын растайды. Алайда қазіргі уақытта тауарлық отынның әртүрлі түрлерінің әсерінен металдардың коррозиясының сандық сипаттамаларын бағалау әлі мүмкін емес. Сонымен бірге отынның әр нақты түрінің ықтимал коррозиялық агрессивтілігін бағалау тауарлық отындардың химиялық құрамы және олардағы күкірт қосылыстарының болуы туралы жеткілікті толық мәліметтердің арқасында мүмкін болады. Резервуарлардың ішкі беттерінің коррозиясы резервуардың қалыпты қызмет ету мерзіміне әсер ететін басым фактор болып табылады. Коррозияның бұзылуын жою үшін әртүрлі қорғаныс түрлері қолданылады. Тік резервуарларды коррозияға қарсы қорғау пассивті және белсенді әдістермен жүзеге асырылады. Мұнай өнімдерінің коррозиялық белсенділігі көмірсутекті емес қоспалардың болуына байланысты. Коррозиялық белсенділік былай бағаланады. Біріншіден, қышқылдылығымен, екіншіден, күкірттің жалпы мөлшерімен, үшіншіден, меркаптанды күкірттің мөлшерімен. Меркаптанды күкірттің мөлшері 0,1% жоғары болса, ол уже белсенді деп есептелінеді. Анықтау әдістері: мыс пластинкада зерттеу,
Ол мынадай әдістермен стандарттармен зерттеледі. Мемлекеттік стандарт 6321, АСТМ-ді 130, ИН ISO 2160. Әдістің мәні зерттелетін отында жылтырататын тазаланған мыс пластинканы белгіленген уақыт ішінде жоғары температурада ұстау болып табылады. Сынақ аяқталғаннан кейін мыс пластинка жуылады және оның сыртқы түрін, яғни түсін, дақтың, қақтың болуын немесе болмауын эталонмен салыстырып коррозия дәрежесін анықтайды. Егер сынақтан кейін пластинка қара дақтармен немесе қара бір сұр жабындымен жабылған болса, бұл бензинді белсенді күкірт қосылыстары бар және оны қолдануға жарамсыздығын білдіреді. Мына суретте, мысалы жоғарғы суретте жылытуды бір қалыпта реттейтін 6 орынды аппарат көрсетілген. Аппаратқа қосымша сынақ пробиркалары, АСТМ-ді 130 бойынша мыс пластинкасының коррозия дәрежесін анықтауға арналған эталондар жиынтығы кіреді. Төменгі суретте мыс пластинкасында коррозияны анықтауға арналған СИП 1017 IA аппараты. Аппарат авиациялық бензиннің, турбореактивті қозғалтқыштарға арналған отынның, автомобиль бензинінің, тазартқыш еткіштердің, керосиннің, дизель отынының, қазандық мазутының, жағар майлардың, газ конденсаттарының және қаныққан бу қысымы 124 килопаскаль немесе 930 мм сынап бағанасында аспайтын басқа да көмірсутектердің мыс пластинкасына коррозиялық әсерін 37,8 градус Цельсий температурада анықтауға арналған. Құрылғыда түрлі түсті экран, сенсорлық басқару және жаңа стильмен ыңғайлы және сенімді жұмысымен ерекшеленетін дыбыс біріктірілген температура мен уақытты басқару жүйесі қолданылады. Артикулы 8-00720. Бұлардың құрамында қандай есептері бар? Таттанбайтын болаттан жасалған ванна термостаты бар. Электр жылыту түтігі және жылдам және біркелкі қыздыру және температураны бақылау үшін араластырғыш қозғалтқыш бар. Жоғары қысымды ыдыста немесе 18 пробирканы орналастыруға арналған 6 тесік бар. Температураны бақылау диапазоны бөлме температурасынан 180 градусқа дейін. Температураны ұстап тұру дәлдігі плюс-минус 0,5 градус Цельсия. Алынбалы басқару блогы ыңғайлы және жылдам қызмет көрсетеді. Сынақтың аяқталғандығы туралы дыбыстық белгі береді. Қыздырғыштың қуаты 2500 Вт, габаритті өлшемдері, яғни ені 380, тереңдігі 320, биіктігі 640 мм. Жанармайға қосатын қоспалардың маңызды көрсеткіші олардың коррозиялық белсенділік көрсеткіші болып табылады. Өйткені коррозиялық шөгінділер отын сүзгісінің мерзімінен бұрын бітелуіне, отын құбырының бітелуіне, отын беру жүйесінің үйкелістегі бөліктерінің және қозғалтқыштың цилиндр поршенді тобының абразивті тозуына әкеледі. Бұл сайып келгенде қозғалтқышты іске қосуды қиындатады. Қозғалтқыш қуатының жоғарылауына және ресурсының төмендеуіне әкеледі. Коррозия химиялық және электрохимиялық жолмен жүреді. Бірінші жағдайда процесс химиялық белсенді қосылыстардың металдарға тікелей әсер етуімен жүреді. Олар бастапқыда отындарда болады, немесе олар тотығу кезінде пайда болады. Бұл агрессивті күкірт қосылыстары меркаптандар, күкіртті сутек, қарапайым сутек,
және органикалық қышқылдар. Біз коррозияның бұл түрін қарастырмаймыз, өйткені стандартты отындарда коррозиялық агрессивті компоненттердің болмауы керек. Электрохимиялық коррозия конденсацияланған судың әсерінен олардың шекарасында жүреді. Қоспалар іс-әрекет принципі бойынша екі топқа бөлінетін беттік белсенді заттар болып табылады. Біріншісі, қорғалып отырған металл бетінде тотықтырғыштардың әсеріне жол бермейтін берік хемосорбциялық қабат түзеді. Екіншісі, отын су шекарасындағы беткі кернеуді азайтады және металдың отынмен ылғалдануын жақсартады. Соның арқасында суды металл бетінен ығыстырып шығарады. Қоспалары бар отынның коррозиялық белсенділігі әртүрлі әдістермен анықталады. Мысалы, судың конденсациясы жағдайында, екінші электролиттің қатысуыменен, үшінші Пинкевич құралында. Судың конденсациясы жағдайында коррозия мемлекеттік стандарт 18597-73 стандартымен арнайы колбада анықталады. Колбаға сыналатын отын, металл, болат немесе болат пластинка және жеке ыдыста су орналастырылады. Колба 60 градусқа дейін қыздырылады. Бұл жағдайда су біртіндеп буланып, оның буы жанармай мен оның үстіндегі кеңістікте анықтырады. Сынақ 4 сағат бойы жүргізіледі. Содан кейін коррозия нәтижесінде пластинкалар массасының азаюы анықталады. Екінші, электролиттің қатысуымен болатын коррозия судың конденсациясы кезіндегі коррозиядан гөрі қатаң әдіс, себебі бұл отынға судың орнына теңіз тұзының 10% ерітіндісін қосады. 60 градус кезінде сынау процесінде отын мен су қоспасы арқылы 4 сағат бойы ауа жібереді. Қорғаныс присадкаларын салыстырмалы бағалау кезінде отынның орнына 80 көлемдік пайыз изоттан және 20 көлемдік пайыз толуолдан тұратын эталондық қоспа алынады. Бұл әдіс жанармайды біліктілік бағалау әдістерінің кешеніне енгізілген. Үшінші, Панкевич әдісі, бұл мемлекеттік стандарт 5062-49 стандарты бойынша негізінен мотор майларына арналған, бірақ дизель отындарын қоспалармен салыстырмалы бағалау үшін де ыңғайлы. Өйткені ол қатаң жағдайларда жүзеге асырылады. Осының арқасында үлгілер арасындағы айырмашылық айқын көрінеді. Олардың мәні отын мен тұзды судың, яғни 1,7% натрий хлордың ерітіндісінің ауа мен 80 градус Цельсия температурада ауыспалы жанасуынан тұрады. Барлық жағдайларда коррозиялық белсенділік ауданның бірлігіне жатқызылған сыналатын металдан жасалған пластинканың массасының жоғалуы ретінде есептеледі. Сондай-ақ стандартты отандық АСМ1 құралын жағармайлардың коррозиялық қасиеттерін анықтауға арналған құрал және отандық материалдарды қолдана отырып АСТМ-ді 665 әдісі негізінде БНИНП әзірлеген бензиндердің коррозиялық агрессивтілігін бағалау әдісі бар. Әдістің мәні болат шыбықты сыналатын отынмен тазартылған судың эмульсиясында 38 градус Цельсия температурада 4 сағат ұстап тұру. Қоспаларды салыстырмалы сынау кезінде мыналар пайдаланады. Эталонды отын ретінде изоттан толуол қоспасы, су фазасы ретінде құрамында тұздары бар жасанды теңіз суы, яғни оны натрий хлордың 24,4 грамм литр мөлшері, магний хлордың 6
молекула суы бар кристаллогидратның 11,1 грамм литрі, калий хлордың 0,69 грамм литрі, натрий сульфатының 4,9 грамм литрі осыдан жасанды теңіз суы дайындалады. АСТМ D665 стандартына сәйкес барлығы 10 компонент. Отын, су қатынасы оның бірге қатынасындай. Коррозиялық агрессивтілік визуалды бағаланып 0, бұл енді коррозия іздерінің болмауы. 3, пластина бетінің 5%-нан астам коррозиямен зақымдануы. Сипатталған әдіс мемлекеттік стандарт 18.597-73 стандартына сәйкес әдіске қарағанда әлдеқайда қатаң және коррозия ингибиторлері бар бензиндерге ғана ұсынылады. Жоғарыда аталған әдістер күрделі қондырғыларды қолдануды қамтиды. Отынның коррозиялық белсенділігіне салыстырмалы сынақтар жүргізуді жеңілдету үшін мыс пластинкасының коррозиясы бойынша мұнай өнімдеріндегі күкірттің құрамын анықтау әдісін қолдануды ұсынады. Әдістің мәні мынада: 30 см3 сынамада, яғни бұл толығымен тазартылған, тұнбасы жоқ, қалқыма немесе еріген су. Осы сынамада өлшемі 25 көбейтілген 150 мм химиялық таза және құрғақ сынақ фабрикасына соңғы дайындықты жылтырату, пластинаны тазартқаннан кейін, аяқталғаннан кейін 1 минут кешіктірмей мыс пластинканы түсіреді. Сынақ жүргізу кезінде пробирканы тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғайды. Мұншада, ыдыста, қыздырылып тұрған ыдыста 180 минут ұстағаннан кейін пластинканы зерттейді. Түтін мазмұнын қолайлы өлшемдегі қабылдағышқа құяды. Пластинканы дереу пинцетпен алады және жуу иткішіне батырады. Содан кейін пластинканы алып кептіреді және оны коррозияға немесе лайлануға мыс пластинкасының коррозиясын анықтау стандартына сәйкес тексереді. Пластинканы сүзгі қағазымен, ауамен және басқа қолайлы жолмен кептіруге болады. Сынақ тақтасы мен анықтамалық табақ, олардан шамамен 45 градус бұрышта шағылысатын етіп ұстайды. Соңғы әдіс күкірт құрамын анықтауға арналған болса да, оны сынаудан кейін пластинканы өлшеу және массаның жоғалуын анықтау арқылы отынның коррозиялық белсенділігін салыстырмалы түрде сынау үшін қолдануға болады. Пластинкалар арасындағы масса жоғалуының айырмашылығы неғұрлым айқын болуы үшін сынақ уақытын көбейту қажет болуы мүмкін. Мына суретте мыс пластинкада сынауға арналған лап КМП 02 берілген. Отынға сынақ жүргізуді қозғалтқыштарға арналған отын мыс пластинкадағы сынақ әдісі деп аталатын мемлекеттік стандарт 632-192 ISO 216-085 стандартына сәйкес орындайды. Сынақ жүргізу. Пробиркаға мұнай өнімінің сынамасы құйылады және оған мыс пластинка салынады. Мыс пластинкалары бар пробиркаларды қабық тығындармен жауып, сынақ бомбаларына немесе штативке орналастырады және регламенттелген уақытқа сұйық термостатқа тігінен орнатады. Белгіленген уақыттан кейін пластинканы алып, оның түсін коррозия стандартының түс шкаласымен салыстырады. Мені көріп тұрсыздар, суретте бәрі сол ондарға прибор көрсетілген. Мына суретте мыс пластинкада сынақтарға арналған ТМП жиынтығы көрсетілген.
ТМП сұйық термостаты мыс пластинкада қозғалтқыштарға отын сынақтарын мемлекеттік стандарт 621, АСТМ 130 және ISO 2160-қа сәйкес жүргізу кезінде белгіленген температураны ұстап тұруға арналған. Температураны басқару диапазоны +20-дан +100 градусқа дейін. Жылу тасымалдағыш температурасының белгіленген мәнінен асуын, ваннадағы жылу тасымалдағыштың деңгейін, сорғы қозғалтқышының температурасын, жылытқыштар мен оларды басқару элементтерінің жарамдылығын бақылауға арналған өзін-өзі диагностикалау және қорғаудың дамыған жүйелері бар. Орнатылған сағаттардың арқасында берілген уақытта қосуға және өшіруге болады. Енді мұның қандай құрамы бар? Аддитивті өздігінен реттейтін температура реттегіші бар. Температураны 100 температура уақыт аралықтарынан тұратын бағдарлама бойынша реттеу мүмкіндігі бар. Пайдаланылған жылу тасымалдағышқа байланысты оңтайлы параметрлерді таңдауға болады. Жылу тасымалдағыштың реттелетін қыздыру және салқындату жылдамдығы бар. Сыртқы температура сенсорын қосу мүмкіндігі бар. Таттанбайтын болаттан жасалған сорғылар жетекте қолданылатын түп нұсқа дизайндағы мойын тіректер мен серіппелі муфталар термостаттардың температураның кең диапазонында кез келген жылу тасымалдағышпен ұзақ жұмыс істеуіне кепілдік береді. Және полиметилсилоксан жылу тасымалдағыштарына ұқыпты қарау, оларды пайдалану мерзімін ұлғайту сондай мүмкіндік береді. Және өлшеу кезінде уақыт есептеу үшін ыңғайлы орнатылған секундомер бар. Қоршаған орта температурасынан төмен немесе сәл жоғары реттеу температурасын орнату кезінде су құбырына немесе ағынды салқындатқышта қосылу үшін кіріктірілген жылу алмастырғыш. Тауарлы мұнай өнімдері құрамында күкірт бар қосылыстардың болуына қатаң бақыланады. Автомобиль бензиндерінде жалпы күкірттің массалық үлесі 0,1-0,12% шегінде. Ал авиацияда 0,5%-дан артық болмауы керек. Бұл ретте бензиндердегі тиолды күкірттің мөлшері 0,1%-дан аспауы тиіс. Бензиндердің коррозиялық белсенділігі олардағы күкіртті сутектің массалық үлесі 0,10-3%-дан, ал бос күкірт 0,10-15%-дан аспаған кезде іс жүзінде байқалмайды. Бұл жағдайда мыс пластинкадағы бензин сынағы теріс нәтиже береді. Бензинде неғұрлым күкірт көп болса, соғұрлым қозғалтқышта көміртегі пайда болады. Қазіргі уақытта мұнай мен мұнай өнімдерінде күкірт бар қосылыстарды сапалық және сандық талдаудың әртүрлі әдістері жасалып қолданылады. Зертханалық тәжірибеде құрамында күкірт бар белсенді қосылыстарды анықтаудың жоғары сапалы әдістерінің ішінде мыс пластинкасы мен докторлық сынама ең көп қолданылады. Докторлық сынаққа талдау мұнай өнімі натрий плумбиті мен ұнтақ күкірттің ертінісімен қарқынды араластырылатындығында. Сонымен қатар, егер талданған мұнай өнімінде көмірсутегі болса, қорғасын сульфидінің қара кристалды тұнбасы түседі. Яғни реакция теңдеуі көрсетілген. Натрий 2 плюмбум 2 плюс күкіртті сутек H2S тең болады натрий OH. Докторлық сынақ өте сезімтал және құрамында 0,6% күкіртті сутектер бар екенін анықтауға мүмкіндік береді. Тиолдар натрий плюмбитінің реакция арқылы әрекеттеседі. Мінекей
натрий плюмбиті меркаптан меркап плюмбит меркаптиді және натрий бар. Бұл ретте мұнай өнімі қызғылт сары, қоңыр немесе қара түске боялады. Осы әдіс турбореактивті қозғалтқыштарға арналған авиациялық отын, автомобиль бензині, газ бензині немесе 124 килопаскальдан аспайтын рейд бойынша бу қысымы бар басқа да көмірсутектер, white спириттер, еріткіштер, керосин, дизель отыны, дистиллятты сұйық отын және майлау майы сияқты мұнай өнімдерінің мысқа коррозиялық әсерін айқындау тәсілін белгілейді. Күкіртті коррозия нәтижесінде мұнай немесе мұнай өнімдерінде сақталған мыс пластина белгілі бір уақыт ішінде жоғары температурада бозғылт сұрдан қараға дейін әртүрлі түстерге, яғни дақтарға боялады. Назарларыңызға рахмет.